Белгіні жазып алсаңыздар, белгі Перизаттың қолында. Қимаймын. Перизат. Мен өзімді сезімге тұрақсыз жігітке қимаймын. Тұрақсыз жігітке қимаймын дейсіз, я? Кім айтқызды аны? Неге? Енді Балауса Неге өзі ханым... айтпаған сияқты ма? Жоқ, бұл Сіз нәрсе... өзіңізге қабылдап отырсыз ба әлде? Енді Балауса ханым, бұл жақта басқа ешкіммен таныстықта болған жоқ қой деген сияқты әңгіме. Бұның барлығын маған тиісіп айтып кетіп жатыр деген сияқты. Енді... Ал Ғалымжан болса не болады? Кеше енді бір Назыммен... Ол жаққа енді сезім болған жоқ қой бұда. Қыз тарапынан енді сезім болған жоқ қой по-любому Ғалымжанға қарай. Мен тұрақсыз жігіт емеспін, Балауса ханым. Мен таныстық тоқтатқан жоқпын ортада. Сол кісінің тарапынан қарай болды. Атак барлығы жақсы. Рахмет. Қызық екен, өзіңіз айтып, өзі айтып отырмаған сияқты дедіңіз, бірақ өзіңіз ренжідіңіз, ақыры бір шындық болып тұр ғой арасында. Жоқ, Балауса ханым, енді осындай болып жатқан әңгімелерден кейін енді сыртта да бір-екі әңгіме естіп қаламыз. Бірақ та по-любому прямой маған тиісіп айтып кетіп жатыр да ол нәрсені. Ол барлығыне уже мәлім деп ойлаймын. Перизат, Нұрсұлтан өзіне қабылдап жатыр. Балауса ханым, бұл жерде Нұрсұлтаннан башқа ер азаматы жоқ бұл? Ер азамат жоқ қой дейсіз ба? Жоқ па деймін, Жоқ па деп жүрсіз. Я, бәлкім менің қателігім, мен өзіме қабылдап қалған болған шығар. Бірақ та айта кететін нәрсе, тағы да қайталап айтам. Қазір көптеген нәрселер жазып жатыр енді, сыртта қолдаушылар деген сияқты. Мен ортада таныстықты мен тоқтатқан жоқ, мен тарапынан болған жоқ Балауса ханым. Болды.